Ақжайық трилогиясының авторы Қайсарғазы Хамза Есенжанов халық жауы ретінде 25 жылға сотталып, романның кей бөлігін қайыңның қабығына жазған. Кейін сол роман үшін мемлекеттік сыйлық алған тағдырлы жазушы. Бүгін сіздердің назарларыңызға Хамза Есенжановтың Ақжайық роман трилогиясы жайлы қысқаша ақпарат ұсынатын боламын. Хамза Есенжановтың Ақжайық романдағы қазақтың мен деген небір керемет жігіттерін қарауылмен айдап, бала-шағаларын жылатып вагонға тиеп кеткені жайында Әділбектің аузымен айтылатын жері сол заманның шындығы еді. Әрідегі кезеңде аштық, репрессия жылдарын айтпағанда, азамат соғысында да, төңкеріс кезінде де қазақтың көптеген асыл ерлері шейіт болды, оққа ұшты, құны сұраусыз кетті. Елде төңкеріс болғанда сан сұраған халықтың бірі ана жаққа шығып, бірі мына жаққа болсам деп өзара тіресіп, соғысып, екі ортада қаны судай ақты. Міне Ақжайық романы осы кезеңді суреттейді. Жазушы Хамза Есенжанов 1967 жылы осы әйгілі роман үшін мемлекеттік сыйлық алды. Кезінде Сәбит Досанов бұл романды тынық донмен үндестігі бар шығарма ретінде танып, екеуінде кең құлашты көп салалы эпопея деп бағалаған екен. Тынық донда орыс тарихы болса, бұл романда қазақ тарихы бар. Ақтардың Оралды қалай басып алған жайында төңкеріс үстінде атты бірінші бөлімінде айтылса, одан кейінгі шыңдалу атты екінші бөлімінде халықтың бойында қарсылық пайда болуы, ал тар кезең атты үшінші бөлімде кеңес үкіметінің орнауы сөз болады. Кезінде кітапты жастанып оқығандар романдағы кейіпкерлерді, мысалы ескінің ескі көзіндей өмірден көрген түйген мол қария Жүністі, Жүністің төрт ұлын, Хакім, Нұрым, Әлібек Әділбекті және оларға қарсы шыққан топтың ішінде Халел мен Жанша Досмұхамедовтер, Сұлтан Арон Қаратаев, Акутиндерді, бекерден бекерге ажал құшқан сыбызғышы Қайыпқожа, Кәрімғали, жетім бала Қали, олардың обалына қалған шұғыл болыстың бейнесін ұмыта қойған жоқ. Сүйген қызы Мүкәррамымен өткізген бал шағын еске ала суреттеумен, революциялық күреске кіріп жастық жігерін аямай күрескен Хакімнің сүйгеннен айырылғаны, ащы сайда болған оқиға оқырмандарды бей-жай қалдырмайды. Онда 200 жасақшы 50 офицерді қырып тастаған болатын. Осы қырғында Мүкәррамада қаза табады. Ақбілек романындағыдай ақтардың қазақ қыздарының абыройын төккен оқиға мұнда да бар. Тек мұнда Зағипа сол қорлыққа шыдамай уышып өледі. Аблаевтың залымдығын көрсететін эпизодтар да оқырман есінде. Жалпы осы романда Орал өңірінің азамат соғысы жылдарындағы кезі ғана емес, одан кейінгі революция жылдары аяққа тұра бастаған ұжымдастыру кезеңдегі қиындыққа толы кезең суреттеледі. Құрметті оқырмандар, біздің Лисаков орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің барлық кітапханаларынан Хамза Есенжановтың Ақжайық роман трилогиясын және оның әр қарай жалғасын таба аласыздар. Бұдан басқа да бізде әртүрлі жанрда, әртүрлі кітаптар бар екен естеріңізге салғымыз келеді. Келіңіздер, біздің кітапхана сенбі күні ғана демалады. Қалған күндері сіздер үшін жұмыс істейді.